Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін биік әрі өте жұмсақ, дәмді болып шығатын зебра пирогтың рецептісін видеода көрсететін боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Оны жасау үшін шыңылдау ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантты салып, миксермен көпіргенше жақсылап араластырамыз. Үстіне сметананы салып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін үстіне еріген сармайымызды салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне 1 шай қасық соданы бірінші өзара араластырып алып, содан кейін ұнды 4 бөлікке бөліп отырып саламыз. Бірден салуға болмайды. Дәл осылай өткізіп аламыз. 4 бөлікке салып, асықпай араластырып аламыз миксермен. Дәл осы пайда болған массамызды 2 ыдысқа бөліп аламыз. Біреуіне 3 немесе 2 ас қасық какаоны салып, қасықпен араластыра берсеңіздер болады. Осылай біреуін какао, біреуін кәдімгі қамыр етіп жасап аламыз. Енді пісіретін ыдысымызға салатын боламыз оны. Осылай пергамент қағазын төсеп алуымыз керек. Май жағудың ешқандай қажеті жоқ. Әр қамырды 2 ас қасықтан осылай асықпай салып отырамыз. Кезек-кезек дәл 2 ас қасықтан саламыз. Екі ас қасықтан салсаңыздар, сіздерде жолақтар жақсы көрінетін болады. Одан кейін таяқшаны алып, осылай өзіміз узор жасайтын боламыз. Дәл осылай шетіне қарай жүріп. Енді осы пирогты қызып тұрған пеште қызарып көтерілгенше өздеріңіз пештеріңізге қарай жақсылап пісіріп аласыздар. Бұл өте жұмсақ әрі көтеріңкі, дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге ас болсын.